Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл сабақта міне осындай өте әдемі повязка тоқып үйренеміз. Бұл повязка 48 см бастың өлшеміне тоқылады. Бірақ мен сіздерге кез келген размерге қалай тоқу керектігін көрсетемін. Ол үшін бізде міне спицы 3,5 мм спицы және де бізге ине қажет болады. Повязкамыздың ұзындығын өлшеу үшін сантиметровая лента қажет. Жібімнің қалыңдығы қыздар 50 метрге 100 грамм. Мен қос қабаттап тоқимын. 2 қабаттан тоқимын. Алдымен спицымызға 20 петля тізіп аламыз. 20 петля аламыз. 2, 3, 4, 5, міне осылай 20 петляны дізіп шығыңыздар. Міне қыздар 20 петлямызды алдық. Енді қараңыздар. Бірінші петлямызды тоқымай, жай міне үстіп іліп аламыз. Тоқымай. Бірінші оң тоқылады. Жіп спицының астымен емес, жіпті спицының үстіне қойып тоқимыз. Міне оң тоқылды. Енді теріс тоқимыз. Теріс тоқығанда жіп спицының астында емес, жіпті үстіне қоямыз спицаны. Көрдіңіздер ғой, е? Тағы бірақ көрсетем. Оң тоқылады, жіп спицының үстінде. Келесі теріс, жіп спицының үстінде қалады. Өте оңай. Бір-екі рет көріп тоқығаннан кейін қолдарыңыз жаттығып кетеді. Міне тағы бір рет. Оң, келесі теріс. Осы қатарды аяғына дейін үстіп оң, теріс деп тоқып шығыңыздар. Қатардың соңына келген кезде петлямызды үнемі теріс алып отырамыз. Теріс тоқимыз. Көрдіңіздер ғой, енді жұмысымызды аударамыз. Бірінші петляны тоқымай іліп аламыз. Енді қараңыздар. Оң петля оң тоқылады. Теріс петля теріс тоқылады. Узорымыз қалай қарап тұр, солай болады. Оң болса оң, теріс болса теріс. Осылай 42-43 сантиметрге дейін тоқып аламыз. Ұзындыққа дейін. Енді қараңыздар. Егер сіздер басқа бас өлшем болса, 52-54 деген бас өлшемдер болса, примерно қыздар 48-50 сантиметр тоқсаңыздар болады. Өйткені тоқыма өздеріңіз білесіздер созылады. Міне оңай тоқылады, бірақ та узоры өте әдемі шығады. 48 сантиметр повязкама маған примерно 43 сантиметр болса жетеді. Міне 43 сантиметр болды. Өйткені тоқыма созылады, басқа кигеннен кейін ол біраз созылады. Сонда 48 сантиметрге дәл келеді. Сіздерде енді өз бас өлшемдеріңізге примерно бір 5 сантиметрдей аз тоқисыздар, 5 сантиметр созылады деп тоқисыздар өлшеп. Көрдіңіздер ғой, созылады тоқыма. Енді повязкамызды жабамыз. Бітіреміз повязкамызды. Бірінші петлямызды тоқымай іліп аламыз. Екінші теріс болып тұрса, бірінші терісіміз тоқып аламыз да, бірінші петляны екіншіге кигіземіз. Оң болып тұрса, оңымыз тоқып аламыз.
петлямызға кигіземіз. Жібімізді қатты тартпаймыз, және өте бос та болып кетпесін. Шетін біркелкі қылып жабамыз. Жауып болған соң, мына жіпті қиып тастаймыз. Енді повязкамызды бүктейміз. Енді міне екі жағынан бүктеп осылай ұстаймыз да, бір-біріне кигіземіз. Не осылай әдемілеп, төрт қабырғасын бірдей қылып ұстап, тігеміз бір-біріне. Бірінші міне көрініп тұрған бірінші петляға кигіземіз. Барлық петля, бір петля қалтырмай, төрт қабырғаның да бірінші тұрған петлясынан өткізіп тігеміз. Не көрініп тұр өзі. Бірінші петлядан төрт қабырғаға да өткіземіз осылай. Асықпай осылай әдемілеп тігіп шығамыз. Аяғына дейін осылай тігіп шығыңыздар өздеріңіз. Міне аяғына дейін тіктік. Енді қайтадан кері бір-екі рез өткізіңіздер. Бір-екі рез өткізіп, осы жерден жібімізді қиып тастаймыз, артық жіптерді. Міне повязкамыз дайын. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Рахмет. Келесі сабақта кездескенше.